Сәлем достар, бүгін тарының пайдасы мен зияны жайлы айтатын боламыз. Тары адам ағзасына керекті дәрумендердің қайнар көзі. Онда ақуыз жеткілікті. Аллергияға әсер еткен глютен жоқ. В тобындағы дәрумендерге бауырға қажетті холинге бай. Сүйекке, жүрекке, иммунитетті көтеруге керек магний, фосфор, калий, цинк өте көп. Онда көз жанарының бұзылуына әсер етерлік заттардың әрекетін тежейтін антиоксиданттар да бар. Тары ботқан мен оның сорпасы ағзадағы артық холестерин мен токсиндерді, дәрілердің қан үйіп қалған қалдықтарын сыртқа шығаруға көмегі өте зор. Тары ботқасы ағзаны қуаттандырып, артық тұзды сыртқа шығарады. Ескерту: тарыны шамадан көп жеуге болмайды. Қалқанша безі жұмысына әсер етіп, гормондарды түзу қызметі төмендеуі мүмкін. Сондай-ақ ағзасында йод тапшылығы бар жандар тұтынбаған абзал. Тары ботқасы сау адам ағзасындағы зат алмасу процесін кері әсерін тигізбейді. Жұғымдылығы, денсаулыққа пайдасы ғалымда ешқашан дәлелденбеген. Адам ағзасына тоқтықты дарытумен бірге емдік қасиетімен де қадірлі. Ол адамға күш-қуат береді, бауырдың жұмысын жақсартады, қан қысымын реттейді және ішек-қарын жұмысын жақсартады. Ғалымдар басқа да емдік қасиеттермен бірге адам ағзасындағы улы заттарды жоюға да себептігі бар екенін дәлелдеген. Тағы айта кетер бір ақпарат: ғалымдар тарының шығу тарихы осыдан 5-7 ғасырлардан тамыр тарады деп жазып жүр. Әлемде тарының 500-ден астам түрі өсетіні туралы да деректер бар. Бұл бағалы дақыл тұңғыш шығыс елдерінде, соның ішінде Үндістан, Моңғолия мен Алтайда шыққан деген пайымдар айтылуда. Тарының бағалы да құнарлы дақыл екенін ата-бабаларымыз ертеден білген. Сондықтан да кеспе көже күн батқанша, бидай көже ел жатқанша, тары көже таң атқанша деген сөз бекер айтылмаған. Тары жайлы ақпарат сіздерге пайдалы болса, лайк басып комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Біздің каналымызға тіркеліп алыңыздар. Бізде тың маңызды ақпараттар күнделікті шығып тұрады.